Мінекей алдарыңызда Toyota Camry 50. Осы 50-ге шолу жасайтын боламыз. Не үшін Camry 50-ге шолу жасаймыз, достар? Өйткені шет елден ең көп кірген көліктердің бірі осы Toyota Camry. Сондай қазақтар жақсы көреді. Бүгін минусын плюсын түгел айтатын боламыз. Не үшін қазақтар жақсы көреді? Кеттік. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Енді бүгін мінекей шолу жасаймыз деп айттық қой, Toyota Camry 50-ге. Достар, біздің енді каналымызға тіркеліп қойыңыздар, YouTube каналымызға. 70 мыңнан асқан екен, 100 мыңға жетіп бізде бір күміс алқа деген сияқты. Күміс не еді? Күміс алқа. Күміс кнопкаға алайық, достар, бізде кішкене мотивация болсын сіздер. Сіздер бізді қолдап отырсаңыздар, біз сізге түрлі машинаға шолу жасайтын боламыз. Және достар, келесі көліктер тағы да қандай көлік жасай, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгін енді жел, салқын болса да сіздер үшін обзор түсіріп жатырмыз Camry 50-ге. Өйткені кеше Инстаграмда айтқан болатынбыз. 85-90% барлығы Camry 50-ді көргіміз келеді деп голосование жасады. Сондықтан бүгін погодаға қарамай сіздер үшін шолу жасаймыз. Жалпы енді бұл көлік американец, 50-ліктің және европейс түрі бар, барлығыңыз білесіз. Енді европейстер осыдан 3 жыл бұрын кәдімгідей абыройы бар еді. Дизайнға енді әркімге, может біздерге американец ұнайды, біреулерге европейс ұнайды деген сияқты. Бұл енді американцтың ішіндегі ең жирный комплектациясы XL. Бұлай айтқанда соның өзінде чем европейске қарағанда олардың көп нәрсесі әлі европейске жетпейді. По дизайну, бірақ енді бұл жерде мотор, коробка ең басты мәселе қазақтың жақсы көретін, сұрамайтын жаңағындай ақша. Еще Camry'дің да ішіндегі ең мықты моторлардың бірі осы 2.5 моторы, достар. Және осыған сай қосылған коробкасы өте жақсы, бір-бірімен жұмыс жасайды. Және бұның енді американцда в общем 4 комплектация ғой. L деген бар, ең простой, базовый. И L бар, XL бар, содан кейін SE деген бар. SE енді более спортивный келеді. Ол жерде бамперлері, артқы қанаттары деген сияқты, сол жерлерінде отличие бар. Және жалпы ходовойда да бар XL мен SE-нің айырмашылығы. Енді дәл осы Camry'дің өзіне келетін болсақ, әдемі түстердің бірі, мынау смарат түс, қара емес, қою жасыл түстердің бірі. Осындай мойка бергенде өте әдемі болып көрінеді. Так, бұл енді көлікті дәл осыдан 1 жыл бұрын Америка аукциондарынан өзіміз ұтып алған болатынбыз. Осы жаққа алып келдік, Грузияда тек қана бір есік ауыстырдық, ешқандай подушкасы ашылмаған. Бұл жердегі айтайын деген, достар, Американы ұтып алғаннан кейін әкеліп растамош жасадық. 1 жыл болды айда жүргені, почти 1 жыл болады енді. Оның өзінде ешқандай ештеңе сұраған жоқ, ақау ешқандай. Тек қана май су ауыстырып жүр. Және колодка деген сияқты. Кеттік енді мотор демекші, моторын көрейік. Бізде мотор 2AR FE деп айтылады ғой енді. Жалпы 2.5 келгелі жуылмаған, осылай жүрген көлік қой. Алды түгел сау. Енді көбісі американецтер соғылып келеді ғой, өйткені Америкада аукциондардан алатын болғасын. Бірақ қазір европейстердің өзі соғылмаған тауы қиын Қазақстанда. Мына жерде енді газ қойылғанның өзінде ешқандай проблема жоқ та. Көбісі андай жігіттер бар, BMW-дағысы келеді өздері. BMW F10, анау алғым келеді, бірақ моторға газ қойға олама дейді да. Мен оларға айтамын, егер газ қойғың келсе, мінекей Toyota алыңдар. Өлім жоқ көлік, өлім жоқ мотор, баса бересіздер. Зачем байқа мінез, еще оған газ қоясыз. Енді бұл американецтерде қаппағында жазылып тұрады, 0,20 деген май құю керек. Енді бұлар пробега үлкейгеннен кейін 5.30-ға дейін құюға болады. Майлары әдейі май. Негізі көбісі кейбіреулерден естеймін енді, май расход болады деген. Негізі әңгіме моторда емес, әңгіме майда болады негізі. Басқа май құйғандар болды, и содан кейін май расход тоқтады деген. Сондықтан дұрыс качественный май таңдап құю керек та, және дұрыс жерлерде. Именно 30-40-45-ке қарағанда да осы мотор именно 50-ліктердікі мықты шықты да. Біздер енді трассада көп жүреміз, Грузиядан қаншама 50-ге алып келдік. Қалай айда 180-ге шық, 200-ге шық, ешқандай жолда қалдырған мотор болмады бізде 50-ліктер. Жолда қалған басқа көліктер болды. Именно 50-ліктердің бірақ жолда қалдырғаны болған жоқ та. Сондықтан өте мықты моторлардың бірі.
Ең бастысы достар, уақытында жаңағыдай әдемі май құю керек енді. Майдан экономить етпеңдер. Майды құйып, әдемі уақытында ауыстырып тұрсаңыздар, сіз үшін қызмет ете береді. Бағана айтқандай шауып жүре береді ғой. Енді американецтерде в основном 2/5 және 3/5. Любить можно мать и Camry 3.5 дейтін бар ғой. Сол сияқты. 3.5-тан басқа осы ең мықтысы осы ғой 2/5. Енді европейскілерде кездеседі 2-лік объем деген. 2-лік объемдар енді слабый болады, шынын айтқанда. Европейцтерде бар енді, бірақ американецтерде 2/5 и 3/5 болды. Басқа вариант жоқ. Сонымен мотор туралы барлығын жабайық. Мотор, коробка, ешқандай әңгіме жоқ достар. Главное, дұрыс айдай алсаңыздар, өзіңіз қарап айдаған болсаңыз болды. XL болғаннан кейін XL-нің 5 ключевой доступ деген болады. Мысалы, қалтадан вообще кілт шығармайсыздар, тек бұлай тас жапқанда да мынаны мысалға басасыз, жабылып қалады. Өте керемет комплектация. Плавающий сиденье барлығы енді іші кожа, бағанаға айтқандай, мына енді кожалары натуральный кожа, шынын айтқанда. Уже ыстағанда да белгілі. Именно бірақ осы көлікке өте бір здоровый адам отырған сияқты, мына кішкене езіп тастапты. Плавающий сиденье түгел. Арғысы да екеуі. XL-де сондай комплектация, алдыңғы екеуі электронный болады. Так енді артында көрейік достар, Camry'дің тағы да бір артықшылығы, плюсы деп айтсақ болады. Артқы орындықтарды қараңыздар, барлығы тап-таза, сидушка жұмсақ, кожа, дерзкий кожа ғой. Отырған кезде қараңыздар, қандай кең да мынау. Алдының өзі кең кәдімгі. Дала болып отыр. Мұнан ешқандай өзгерткен жоқ, еще полный артқа құлап отыр. Соның өзінде менде қанша жер бар мына жер. Бала мен анау-мынаумен кіргенде өте ыңғайлыға, артыда тоже кең деген сияқты. Люк бар. Музыка енді бұл жерде топовый музыкалар емес. Музыкасын айтпай қояйық. Солай достар, ең плюсы іші кең, арты кең болады. Багажды көрсетпей қояйық. Багаж, как обычно, багаж. Есе комплектациядан қарағанда мына жерде қанаты болмайды. Более простой болып келеді да. Сосын мынандай никельдер болады XL-де. А XL-де мынандай жоқ. И бамперде отличие болады. Енді Camry'дің ауруы да осы постоянно көзіңе деген мазоль ұқсап жанып тұрады, желдің датчигі мына бір. Оны достар сразу дөңгелекті өріп тастау керек қазір. Қай жерде қанша өру керек жазылғанын көрсетем. Так, любойын тексеріп қарайық енді бұл жерде. Мысалға BMW басқа маркалерде бір қай дөңгелек именно көрсетіп тұрады да. Мынада көрсетпейді, сондықтан 4 дөңгелегінде өзің тексересің. Енді маргат етіп тұр, қазір сөйлей ма, сөнбей ма, желі дөңгелегін өрдік. Өше ма, өшпей ма, датчик давление дегенде негізі жақсат, көзге мазоль болатын жаманда, тек қайта-қайта. Баяғы дөңгелек білмейміз ғой, баяғы көліктерде. Дөңгелек әрқайсы әртүрлі болады. Мыналарда әйтеуір барлығы ровно ұстап тұрады. Жүріске жақсы да бұл, трассада, неде жүргенде, руль тартпайды, шайқамайды, осыған байланысты барлығы дөңгелектер, жилдер ровно болу керек. Енді осы Camry айдайтындар көбісі, мысалға, маған да ұнамайтын негізінде. Мысалға, бір басасын, мынау ашылады да, мынау ашылмай қалады. Осыны бір басқанда барлығы ашылатын нәрсені де айтып кетейін сіздерге, пайдалы ақпарат болсын. Кеттік, ішіне кірейік. Машинаны қыздырасыздар. И сосын мына жерде сетап деген бар, настройка. Осыны басасыздар. Одан кейін мынау бар, міне вич деймін, в общем басасыз. Мына жерге ремонт 2 пресс unlock деген бар. Осыны басасыз. Off. И астында сейф деген бар, сақтау. Сақтайсыздар. Кеттік енді көрейік. Машина өшіреміз. Машина кілттейміз. Енді сразу бір басамыз. Барлығы ашылыпты, 4 есікте. Барлық есікті ашу үшін 2 рет пультті басып жүрмейсіз да. 1 рет басасыз, 1 рет шығасыз. Пайдалы ақпарат қалай? Лайк бас қой сол үшін. Ал достар, енді мынау жүрісіне келек, ең басты мәселе ғой жүрісі. Шынымен айтқанда, енді бұл жерде шумка өте нашар жағдайда. Басқа көліктермен салыстырғанда. Енді өзінің классында болады, потому что барлық японстар, мысалы корейстер бар, олардың шумкалары мақты деп айта алмаймын. Барлықтары бір уровень да, плюс-минус.
Енді немістерді салыстыратын болса, немістердің қасында әлдеқайда артта қалады жүк жағынан. Және жүріс жағынан, рульге келетін болсақ, енді руль мынау именно осы форма мынау XL және L деп болады да, әдемі тоже. Ну, спокойный руль. Тоже электрический, мынау уже гидравлический емес, электроусилитель. Жеңіл, нормально. Дөңгелектің дауыстары кәдімгі қатты шығады. XL негізі мынау қарап отырсаңыз, мына жақтарда панельдерде барлығы не да, простой келеді кішкене. Ну, климат контроль бар, ең бастысы бұл XL де болады, тек қана климат контроль. Тағы да европейс түрімен салыстыратын болсақ, европейстерде более іштері солидно келеді да, андай тоже мына жерлер дерево деген сияқты. Жаңағы еще климат контроль оларда уже базовый комплектацияның өзінде климат контроль болады. Ал американецтер простой келеді, білмеймін, қатты эконом жасайды, жаңағындай осы ішкі отделка жағынан более спокойно, простой келеді да, чем европейстерге қарағанда. Енді подогрев бар, мына жерде подогрев, екі алдыңғы орындықта. Кішігірім енді мынандай ағаш дейді, дерево бар, кішігірім мына жерлерде еще кішкентай қылып қойғанда оның өзін. Орындыққа чехол салатын кісілер негізінде мына орындықтардың өзінде айырбак бар. Чехол салып атқан кезде сол айырбактарыңызды ашылмай қалады просто. Чехол салып атқанда осы нәрселерге мән беру керек. Или мына айырбак шығатын жерде кесіп қою керек та, чтобы Құдай сақтасын, енді ашылған жағдайда, чтобы тірек қалатын бірдеңе болмайды. Даже мата түрлерінде де бар, кожа түрлерінде де бар. Безопасность жағынан енді нормально. Орындықта, потолокта барлық жерде бар. Так, алысы жақсы енді. Қаланың ішінде смело ғой. Басасын любой жерден атып шығып кетеді. Мотор жақсы. Бағанаға айтқанда мотор именно 2.5 қалаға әдемі кетеді. Қала емес даже енді. Трассаға да барлығына кете береді ғой бағана. Сол нағыз қаланың көлігі және нағыз қазақтың көлігі ғой, айтқанда. Ақша сұрамайды сенен. Ең бастысы май суын дұрыс уақытында ауыстырып тұрсаң болды. Жүре береді ғой. Шаба берем деп тұрады ғой. Кеттік енді бұл көлікті мақтайтын жерін мақтап болған сияқтымыз. Мақтауға лайық, енді бұл практикамен барлығы дәлелдеді ғой. Японцтар өте мықты мотормен, өте коробкасымен. Бір минусы бұлар енді біздер ең бірінші алған заказымызда осы Грузиядан алып келу Toyota Camry 50 шығар, қателеспесем. Сол Toyota Camry 50-ді алғалы бері, общем, заказ бастағалы бері тасып жүріп қой Грузиядан. Біраз минустар бар енді. Минустары именно тормозной дискі. Тормоз асқан кезде тебет дірілдейді кәдімгідей. Мені тормозной дискілері жұқара ма білмеймін енді. Тормоз басып қызып не істеп өшкен сайын, в общем, деформация береді. Сәл уже майысса, уже тормоз басқан кезде дірілдетіп тұрады да, мына рульге жаман білдіреді. Сондықтан осы тормозной дискілерін теп-тегіс қылып жонып тұру керек. Бірінші проблемасы. Екінші проблемасы бамперлері. Қатты желде ашылып кете береді бамперлері. Оны барлығыңыз білетін шығарсыз. Енді білмейтіндер болса тоже минус саналады ол. Мысалға оригинал алды соғылмаған күйінде тұрса, ешқандай шұқылмаса, ол тұрады біразға дейін. Ашылмайды қандай жел болса да. Ну енді Америкада білесіздер, көбісі енді алдынан соғылып келеді, бампер түсіп қалады. Оларды қайтадан жинаған кезде өте качественно жинамаса, және оригинал запчастан жинамаса, ол обязательно ашылып кетеді. Қатты желдерде бір жаңағындай стиктары ашылып, біздер талай скотчтар жабыстырып келіп жүрдік, жаңағындай бумажный скотчтар жабыстырып, жолда, чтобы ашылып кетпесін, жаңағындай. Ашылып кетсе, жаңағындай құлақтар сынып қалады, уже орнына бармайды деген сияқты проблемалар бастайды да. Мен білетін осы проблемалар. Достар, енді шолуды осымен аяқтайық. Кемшіліктер болса айтып қойыңыздар комментарияға. Келесі қандай тағы да бағана айтқандай, келесіде қандай көліктерге шолу жасайық. Қандай көліктерді көргіңіз келеді. Солай достар, комментарияға жазыңыздар өз ойларыңызды және лайк басыңыздар. Достар, каналға тіркеліңіздер, кішкене 100 мыңға жетейік. Бағанаға айтқан күмісті алайық, Алла қаласа, бірігіп. Солай, қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.